Сәлем достар, бүгін сіздермен жас ешкінің етінен дайындалған сірнен рецептімен бөліскім келеді. Достар, егер осы видеоны жатса, каналға тіркеліп, осы видеоның астына лайк басып және комментарий жазуларыңызды сұраймын. Ешкі етінің өзінің спецификалық иісі мен дәмі болады. Сондықтан етті алдын ала 1-1,5 сағатқа не болмаса бір түнге тұз және чеснок қосылған тұздыққа маринадтап алуларыңызға болады. Мінекей дайын маринадталған етті осылай бөлшектеп бөліп аламыз. Сосын қатты қыздырылған майға етіміз әбден қуырылғанша қуырып алу керек. Мінекей біздің етіміз қуырылды. Енді үстіне сарымсақ қосамыз да, сарымсағымыз сарғыш түске айналғанша қуыру керек. Қуырылған соң үстіне осындай бөліктерге бөлінген сәбізді қосып, тағы да бір 10 минуттай қуырамыз. Қуыру барысында осылай дәміне қарай қара бұрыш қосамыз. Енді үстіне 200 мл қайнаған суды құйып, қақпаған жауап бір 30 минуттай бұқтырамыз. Менде ешкі еті жас болғандықтан 30 минут маған жеткілікті болды. Ал егер сіздердің қолданатын еттеріңіз жас болмаса, онда 1-1,5 сағаттай бұқтыру керек болады. Мінекей біздің етіміз бұқтырылды. Енді бұған тәтті бұрыш, 2 ас қасық соевый соус қостым. Достар, мен бұл рецептке артық тұз және де приправа қоспадым, себебі менің етім өзі тұздалған болған, және де соевый соустың өзі тұзы бар. Енді үстіне осылай бөлшектеп тұрылған картоплымызды саламыз, және де ең бетіне орам жапырақтарын салып, қақпағын жауып бір 20 минуттай картоплымыз пысқанша бұқтырамыз. Мінекей біздің сірнеміз дайын болды. Сірнені осылай табаққа әдемілеп салып, оны дастарханға ұсынуларыңызға болады. Осындай үй жағдайында дайындалған сірне сіздерге өте қатты ұнайды деген ойдамын. Дәмі тіл үйіреді. Бұл тағамды сіздер түскі ас немесе қонақ келгенде дайындап ұсынуларыңызға болады. Егер сіздерге осы видео ұнап жатса, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар, және мен каналыма тіркеліп қойыңыздар. Келешекте мен әлі де осындай қарапайым рецепттермен бөлісіп отырамын. Сіздермен болған арайлым, қош сау болыңыздар.